Мысалы, былтырғы 19 жылдың 30 наурызында барлығымыз да білеміз, алғаш осы криптоюнит бағдарламасының ашылғанын. Сол кезден бастап кім бірінші этаптан криптоюнит алған жағдайда, осы март айынан бастап 350 күн өткеннен бері олардың 1% босата бастады. Ол дегеніміз, әрбір серіктес алған мөлшері өзінің толық криптоюниттің алған мөлшерінен 1%-ын босатып, оны ары қарай алмастыра алады, болмаса сата алады. Бұл жерде VIP-ға ену үшін біздегі компаниямыздағы серіктестердің 10% төлейді. 10 юниттан төлейді жаңадан кірген серіктес. Әрбір серіктестердің өздерінің статустарына байланысты агент 20, мына жерде көрсетіліп тұрғандай $20 юнит немесе кеңесші 30 юнит, менеджер 40, ары қарай осылай президент $100. Бұл ай сайынғы төлейтұғын сомасы. Жарнаманың криптоюнитқа кірген жағдайда осындай ай сайынғы төленетін жарна құны бар. Оны барлығыңызда мына жерде көріп отырсыздар. Ары қарай осы тек клубтан шығарылған криптоюниттардың балдарын айырбастауға болады. Криптоюнит токендеріне бонус ретінде бал берілген. Және де ойып арқылы төленген 350 күн, мысалы 11,5 ай өткенде, ол әрбір 1% босатылып отырады. Бізде бүгінде уже 3% босатылып, осы айда, үстіміздегі айда төртінші рет уже 1%-дан босатылатын болады. Және ол осының арқасында бізде локап раскрытие деп көріп тұрсыздар. Бұл деген біздің жаңағы ақшамыздың ары қарай, то есть криптоюнитіміздің ары қарай бізге мүмкіндігі бар. Біз бұл жерде бір айдан бастап оған үстіне босатылған жаңағы нені жіберу арқылы осындай үстеме пайызы бар. Бұғаттан шығарылған криптоюнит иелеріне мысалы арналған стейкингіміз бар. Ол стейкинг жіберсе, өздеріңіздің алған криптоюниттің мөлшерін көбейте аласыздар. Бұл жерде өте пайдасы зор. Мысалы, мен өзіме келетін болсам, мен өзім сол алған 1% босатылған 3 айдың сомасын бірдестен 2 жылға 2,5%-бен мен стейкингке жібердім. Оның келешекте беретіні сол ұлғаяды. Біздің алған криптоюнитіміздің, портфеліміздің мөлшері одан ары көбейіп отырады. Егерде мен арасында осы керек болып жатқан бір жағдайларға байланысты болатын болса, мен өзімнің немді доғарып қайтадан алуыма болады. Ол кезде әрине 1-ден 4 қатынасы арқылы бізге келмейді сәл. Но бірақ ешқашанда ұтылмаймыз, барыбірде ондай болған жағдайда да. Мына жерде міне пайыз баллық дейді. Бұл жерде, конечно, біздің кошелегімізге ақша түспейді, біздің портфелімізге сол 1%-дан 2,5%-ға дейін ұлғаяды. Аймамай қосылып отырады.
Мысалы, сіз өткен жылы 30 мамырда кірген болатын болсаңыз, 30 наурызда ең алғашқы бірінші этапқа кірген болатын болсаңыз, $1000 алған болатын болсаңыз, 400.000 юнит келген еді. Крипто юнит. 400.000 крипто юниттің 1%-і 4.000 юнит. Крипто юнит, 4.000 крипто юнит 3 айға көбейткенде 12.000 крипто юнит мысалы да. Ол 12.000 крипто юниттің біз 2 жылға мен өзім жібердім. 2 жылға жіберген кезде сонда 12.000-нан неше пайыз үстіне түседі дегенде, мысалы 7.000 соңында 2 жылда 7.200 крипто юнит қосылады екен. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш, өте жақсы. Так что, мысалы, қазіргі жағдайда сол 12.000 крипто юнитіміздің 20 центқа көбейткенде 2.400 айына түсіп отырады екен. Оны жаңағы 24 айға көбейтсек, 7.200 крипто юнит үстіне қосылады екен. Бұл деген өте жақсы. $8.000 сол кезде алған кісілер үшін бұл өте жақсы. Оның суммасы, мысалы, 24 айға салған болатұғын болса, кәдімгідей үлкен 89.280 крипто юнит үстіне қосады екен. Ол кезде 8.000-ға барлығымыз білеміз. 4.960.000 крипто юнит алған болатұғын. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш. И биылдың соңында, мысалы, біздің серіктестердің саны 10 миллионға жеткен жағдайда, мысалы, $15 жетсе, біздің крипто юнитіміздің құны, ол кезде 89.280-ді, мысалы, 15-ке көбейтетін болса, 1.339.200. Сондай, бұл деген бер жағы. Ал, мысалы, $40 дейін өсетұғын болса, ол деген вообще тіптен үлкен көрсеткіш болып көрінеді. Бұл жерде міне получение вознаграждения процентов баллах. Бұл жерде тағы начисление будет проводиться ежемесячно. Оны айттым, ай сайын. Және сол арқылы үлкен біздің мүмкіндігіміз бар. Бұның барлығы да 4 мамырдан бастап іске қосылды. Қазір біз бүгінде крипто юнит бағдарламасының дамытудың 2-ші бөлімінің 2-ші кезеңіне өттік. Бұл жағдай осы буквально 4 мамырдан басталды. Бұл жерде жаңартылған оқу ақпараттық өнімдерінің түрлері және бағалары. Бізде қазір біздің жаңағы оқу ақпараттық өнімдеріміздің түрі міне 50 юнит бағасы. Бұл жерде 1 юниттің бағасы $1 тең. Қазір осындай ғана пакеттеріміз қалып отыр. Бұл алғашқы сіз даже $50 алған жағдайдың өзінде де сіз қазір 250 крипто юнит ала аласыз. 50 юнитқа алған крипто юнитіңіздің несінде, жаңағы пакетінде, бұған қоса крипто юниттің жаңағы компанияның беретін тағы бір 8 правил частного инвестора деген Андрей Хабратовтың сол жердегі оқу құралы бар. Екінші, 250 юнитке сіз 1389 крипто юнит ала аласыз. Бұл жерде одан да үлкен мүмкіндік бар. Жаңағы 8 правил частного инвестора деген оқу құралына қосымша тағы да осылай алған крипто юниттің
санына қарай, бағасына қарай, оның оқу құралдарының да мөлшері артып отырады. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай 1000 юнитқа алуға болады, 4000 юнитқа және 10.000 юнитқа. Қазір алмасаңыздар, міне 3 ай көлемінде өткеннен кейін әрбір серіктес мұндай нені ала алмайды. Сондықтан қазіргі мына кезеңді жіберіп алмай, әрбіріңіз осы юнитті, осы пакетті алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Компанияның қазіргі жағдайда өте серіктестерге жасап жатқан несі өте көп жағдай жасап отырған. Мен кеше мына жерге жазып қойған едім, просто сіздерге айтатын біраз нем бар еді. Және бізде компанияның идеясын қолдайтын және философиясын қуаттайтын серіктестердің арасында осы VIP-клубқа кіргендерді өте осындай өзінің оқу жаңағы курстарына, тренингтерге қатысып, өздерінің білім, біліктілігін, кәсіби шеберліктерін арттыру мақсатында жұмыс жасап жатқан серіктестерге компания ынталандыру ретінде осы VIP-клубты құрып отыр. VIP-клубта болған барлық серіктестер және де жаңадан келген серіктестердің арасында да VIP-клубқа кіріп жатқан жағдайда осындай ынталандыру 75% мысалы жеңілдік оқуға қарастырылған. Және де сол серіктестерге қосымша күш-жігер беру жағдайында ұйымдастырған осындай іс-шара. Осы VIP-клуб. Бұл VIP-клубтың беретіні өте зор. VIP-клубқа кірулеріңіз керек деп ойлаймын. Себебі келешекте барлық осы компанияның табыс көзінің, барлық осы біздің осы VIP-клубқа салып отқан салым мөлшеріміздің де 10%-нан барлық осында VIP-клубтағы әріптестердің арасында бөлініп, соларға қосымша төленетін болады. Сондықтан да ертеңгі күні неге біздің жаңағы бонустарымыздың несі аз деп жүрмеңіздер, VIP-клубқа кірулеріңізді сұраймын, себебі өздеріңізге солай пайдалы. Ал сондықтан да оқу ақпараттық өнім алу арқылы, VIP-клубқа кіру арқылы, ай сайынғы мүшелік жарналарыңызды төлем арқылы сіздер тағы да бір қайталаймын, мына жерде көрініп тұр, серіктестен бастап президент қаншалықты төлем жарна төлейтіндігі. Серіктес деген ол $10, $10 деген бүгінде 4000-нің ар жақ бер жағы. И сондықтан да кіріп, өкініп қалмаңыздар. Бұның бізде болашақта өте пайдасы зор. Бұны бізде күнделікті өтіп жатқан жабық онлайн мына вебинарлардан да оқып көріп жатырсыздар. Бұның тағы бір айта кететін болсам, VIP-клуб мүшелеріне мынау жабық түрде өткізілетін болады. Көптеген ақпараттарды сіздер ала алмайтын боласыздар. Әр десе бұл жерде өте преимуществосы, бұның өте ерекшеленген бізге деген пайдасы көп. Мына жерден де көріп тұрсыздар ғой, бұл жерде анықтап айтылып тұр. Сол жолдастар, енді мен бүгінде
Менің тағы ары қарай айтатыным бар ма? Нұрғиса? Сұрақтарыңыз бен сауалдарыңыз болса, қойыңыздар. Мен мына жерден ашып тұрмын. Чаттан сұрақтарыңызды чатқа қойсаңыздар болады, болмаса қолды көтеріңіздер. Мына жерде қол көтерсеңіздер де көрінеді. Вроде. Сұрақтарыңыз бар ма? Ондай болатын болса, мен келесі қатысушы, келесі сіздерге мынау презентацияны өткізетін маркетинг планды айтатұғын. Айкүнім Қуанышқызын таныстырып өтейін. Жақсы, Нұрия. Жақсы, рахмет. Айкүнім, сөз өзіңде. Естіп тұрмын ғой да, Нұрия? Жақсы естіп. Все хорошо, жақсы. Қайырлы күн, қайырлы таң, құрметті бизнес партнерлар. Мына жерде сұрақ бар екен, Айкүнім. Давайте, отвечайте, хорошо. Бір уақытта оқу ақпаратты и VIP-клубты сатып алуға болады ма? Әрине, сіз қазір оқу ақпарат өнімін сатып алу арқылы $10 сұрап отырған, бұл жаңадан келіп атырған, жаңадан кірейін деп тұрған әріптес болатығын болса, $10 менен кіріп, ары қарай VIP-клубқа өтуге болады. Және сол $10-ыңыздың өзіне оқу құралы сатылады. Оның ішінде жаңағы айтып отырғандай 8 правил частного инвестора деген пакет қаралған оқу құралы. Если сіз бұрыннан осындағы серіктес болып табылатын болсаңыз, сіз мына жерде көріп отырғандай VIP-клубқа өтуіңізге болады, өзіңіздің статусыңызға байланысты. Агент болсаңыз 20 юнит төлейсіз, $20. Ары қарай сол өзіңіздің статусыңызға байланысты төлем арқылы сіз VIP-клубқа кіре аласыз. Серіктес болсаңыз, жаңадан кірген 10 юнитпен кіре аласыз, $10 мен. Бір юнитіміз $1 тең. Так, кімде қандай сұрақ бар? Ақбота, түсінікті ма сізге? Жарайды. Ондай болатын болса, біз Айкүнімге сөз берейік. Айкүнім. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті бизнес партнерлар. Менің есімім Айкүн Қуанышқызы, мен Астана қаласынамын. Бүгінгі міне неде қарап отырсыздар, менің статусым вице-президент. Мен 2017 жылдан бастап осы компанияда өзімнің бизнесімді атқарып келе жатырмын. Жалпы көбіңіз білесіздер, мен өнер адамымын. 25 жыл қазақ ұлттық аспап оркестрінде қобызшы болып жұмыс жасадым. Осы ақырғы 3-4 жылдың ішінде мен 100% осы компанияда қазір өзімнің еңбегімді атқарып жүрмін. Менің қарамағымда бүгін структурамда 4200 адамнан аса өзімнің инвесторларым бар, бизнес партнерларым бар, бірге бизнес жасап жүрген. Ал енді маған чатқа 8 деген бағаны қойыңыздаршы, кім бүгін жалпы бизнес жасағысы келеді? Бүгін мысалы біз енді барлығымыз инвесторымыз ғой, өзіміздің дивидендный доходымызды күтіп отырмыз, криптоюниттарымызды сатып алдық. Бізде бұл жерде бизнес жаса деп, ондай бізде условия жоқ. Бірақ бүгінгі таңда мен өзім еңбек атқарғым келеді, бұл жерде мен бизнесті үйренгім келеді, және де мен ақша тапқым келеді деген адамдар бұл жерде бар екен да.
ақша тапқым келеді дегендер, о жақсы, керемет. Ал енді мен сіздерге қазір бізде әр мысалы компанияда егер алсақ әр бизнесте өзінің бизнес пландары болады. Біздің компанияда да өте өзіміздің жақсы жасалған бизнес пландарымыз бар. Мен сіздерге қазір айтқым келеді, қазір таза бизнес туралы бизнес планды біз барлығын нетеміз, қарастырамыз. Маркетинг қандай пайда әкеледі қазір сізге, қандай пайда әкеледі? Сіздер қазір ручка, дәптер, блокнот, калькуляторларыңызды шығарыңыздар. Калькулятор сотовый телефондарыңызда бар. Маған мүлдем бұл бизнес қызық емес, мен бизнес жасағым келмейді. Мен тек қана бұл жерде инвестор болып тұрам деген партнерлар можете чаттан шығып кетуге қазір. Ал қазір біз барлығын санаймыз отырып. Қандай керемет мүмкіншіліктері бар. Бүгін күтіп отырмай осындай үлкен өзіміздің еңбегімізді атқарып, жақсы табыстарға жетеміз. Жетуге болатын мен қазірге айтып беремін барлығын. Бүгінгі таңда бізде экспресс бонус промоушн ашылды компаниямызда 30 наурыз 2020 жылы. Бұл біздің экспресс промоушнымыз 31 желтоқсан 2020 жылға дейін жалғасады. Бұл жерге барлығы қатыса алады. Мен вице-президент болсам да, бүгіннің таңынан бастап, ең басынан бастап қайтадан осы бизнесті жасап кетуіме болады. Жасап жатырмыз. Ал енді жазыңыздар. Бірінші біздің ранг, бұл агент рангы. Агент деп аталады. Мысалы, бұл 25 күннің ішінде сіз осы мынау рангты жасауыңыз керек. Сізге 25 күн беріледі. Ол үшін сіздің өзіңіздің жеке инвестицияңыз 200 юнитті құру керек. Юнит дегеніміз бұл компаниямыздың, біздің валютамыздың аты юнит. $200 мысалы да, $1 1 юнит. Қазінен бастап үйренейік, юнит деген не деп кейбіреулер мүмкін түсінбей қалуы мүмкін. Енді қараңыз, міне суретте ең басында сіз тұрсыз, 200 юнитқа сіз бүгін крипто юнит сатып аласыз. Жай ғана ақшаңызды сала салмаймыз сіз, 200 юнитқа сізге крипто юнит келеді. Мен бірден бүгін осы экспресс промоушнды, осы бизнесті жасайым десеңіздер, мен сіздерге мынандай нені айтамын, $1000 бөліп төлейтіндей сондай үлкен пакетті ашыңыз, оған 8333 юнит беріледі. Бүгін оны бөлек төлеп, ай сайын төлеп отырасыз. Соның 200 юнитін сразу бірден салып тастайсыз да, инвестиция жасап. Сосын астыңызға 5 серіктес, 5 партнерді шақырасыз. Ол партнерларыңыз тоже каждый келген адам 200 юниттан инвестиция жасайды. Сонда сіз осы 5 адамды тіркеген кезде, сіз агент рангын орындайсыз, 5 адамыңыз 200 юниттан, ол 1000 юнит болады. Бірінші қатардан сіз 8% аласыз. Жазып қойыңыздар, 8%. 8% бонус сізге түседі. 8% бонус емес, жаңаға мынау 1000 юнитті 8%-қа көбейткенде 80 юнит сізге бонус түседі. Және де 350 юнит компания сізге сыйақысын береді. Премия деп айтамыз. Сіз осы агент рангын орындаған үшін 350 юнит компания сізге премия беріледі. Сонымен барлығын қосқан кезде 430 юнит болып шығады. Тек қана 5 адам шақырдыңыз, 200 юниттен болды. Ешқандай қиыншылығы жоқ. 430 юнитті енді санаңыз, бүгін ол қанша біздің теңгеге ауыстырған кезде. Келесі рангымыз біздің статус, оны ранг деп айтпаймыз, келесі біздің статусымыз кеңесші. Кеңесші дегеніміз, сіз жаңағы 5 адамыңыз бар ғой, 5 партнерларыңыз. Сол осылай тоже агентті жасайды. Олар 5 адамнан шақырады компанияға. Бірінші қатарда сізде 5 агент болса, уже екінші төменгі қатарда сізде 25 өзіңіздің партнерларыңыз болады. Содан 25 партнерыңыз, оларда 200 юниттан инвестиция құйған кезде, бұл 5000 юнит болады. 5000 юнитті екінші қатардан, төменгі қатардан сізге 7%. 7%, 5000 юнитті, міне 7%, сізге 7% беріледі. 7%-қа көбейткенде 350 юнит сізге екінші қатардан осындай бонус түседі.
Және де компания сіз кеңесші статусын жасаған үшін сізге 800 юнит сізге сыйақы беріледі. Сонымен барлығын қосқан кезде 1150 юнит болып шығады. Сіз ең бастысы 5 адам ғана шақырдыңыз, 5 адам. Сол 5 адамыңыз келесі жолы тағы да 5 адамнан шақырды. Сіз не обязательно, сізге можно бірінші линияға 10 адам қоюға, 15 адам қоюға, соның ішінде ең мықты 5 сіздің бизнесқа келген адамдар болу керек. Бизнесті бірге жасайтын сіздің сондай командаңыз болу керек. Мынау кеңесші статусын жасауға сізге 50 күн беріледі. 50 күніміз, ол қанша? 1,5 айдың ішінде осындайды кеңесші статусын жасасаңыз, жаңағы өзіңіздің 5 адамыңызбен. Уже міне көрдіңіз бе, сізде уже 1150 юнит болады. Келесі біздің статусымыз менеджер. Менеджерда уже сізде бірінші қатарыңызда сізде 5 өзіңіздің кеңесшіңіз болады. Сосын жаңа ұмытып кеттім, кеңесші болған кезде сіздің өзіңіздің личный инвестицияңыз 500 юнит болу керек. 500 юнит. Жаңа алдында 200 салдыңыз, содан кейін тағы да қосып 300 юнит саласыз. Инвестиция болғанда криптоюнит сізге келеді, и сонымен 500. Енді менеджер болғанда міне жеке көлемі 1000 юнит деп тұр да, сізде уже жеке өзіңіздің инвестицияңыз 1000 юнит болу керек. Сізде уже бірінші қатарда 5 сіздің кеңесшіңіз болады өзіңіздің. Оларда ары қарай толтырады өздерінің личный инвестицияларын, жеке инвестицияларын 300-ден. Сонда 1500 болады. Бірінші қатарда 1500 сіздің товар оборотыңызда, оны 8%-ға, сізге 8% беріледі. 8%-ға көбейткенде 120 юнит сіз бірінші қатардан аласыз. Екінші төменгі қатарда сізде уже 25 агентіңіз болады. 25 агентіңіз болады. Міне қарап отырсыз да, 25 өзіңіздің агентіңіз болады. Екінші қатарда олар 25 адам. 5 адамнан шақырған кезде 125 партнеріңіз болады. Уже үшінші қатар сізге төменгі қатар қосылып кетеді уже. Үшінші қатарда бізде негізі 5% беріледі. Бірінші қатарда 8%, екінші қатарда 7%, үшінші қатарда бізде 5% беріледі. Үшінші қатарда сізде уже 125 мың партнерларыңыз болады. Оларда 200 юниттан инвестиция жасағанда, үшінші қатардың товар обороты 25 мың юнит болады. 25 мың доллар да. Оны жаңағы 5% дедім ғой, үшінші қатарда беріледі. 5%-ға көбейткенде 1250 юнит болады, құрайды. Және де компания сізге, міне қарап тұрсыздар, 1700 бонустан басқа 1700 юнит сізге премия береді. Енді барлығын қосқан кезде 120, 1250 юнитіңіз, 1700 қосқан кезде 3070 юнит болады. Менеджер статусын жасасаңыз, сіз осындай 3070 юнитіңізді аласыз. Ол уже қанша бізде бүгін? 1 миллион теңгеден асады да? Арғарай жүрейік. Келесі біздің статусымыз арғарай өсе береміз. Көшбасшы менеджер дейді, оны лидер менеджер деп атайды. Сіздің жеке өзіңіздің инвестицияңыз ол уақытта уже 2500 юнит болу керек. Енді қосылып жатыр ғой, 200, оған тағы да 300 қосылса 500 да, солай менеджердің жеке инвестициясы 1000 юнит болды. Бәрі бір-біріне қосыла берді. Оған тағы да 1,5 қосқанда 2000, мысалы 500 болды. Және де сізде уже лидер, көшбасшы менеджер болған кезде, сізде бірінші қатарда уже 5 менеджер болу керек. 5 менеджер. Бұл статус 125 күн беріледі сізге, осы статусты орындау үшін. 125 күн беріледі. Сонда қараңыз, сізде бірінші қатарда, мен жаңа айтымда 5 менеджер болады. Олар тағы да 500 юниттан қосады өздерінің инвестицияларын. Сонда 2500 бірінші қатарда товар обороты 2500 юнитті құрайды. Оны 8%-ға көбейткен кезде 200 юнит сізге бірінші жаңағы қатардан келеді. Екінші төменгі қатардан сізде 25 кеңесшіңіз болады. 25 консультантыңыз болады ол уақытта уже. 25 кеңесшіңіз 300 юниттан тағы да толтырған кезде 7500 юнит құрайды товар оборот. Екінші төменгі қатарыңыз. Оны 7%-ға көбейтеміз. Мен жаңа айттым ғой, 8, 7, 5% деп да. Вот 7%-ға екінші қатардан. Одан сізге 525 юнит
525 юнит міне түседі. Бонус түседі бұл. Біз әлі бонусты санап жатырмыз. Және де үшінші қатарда, міне қараңыз, үшінші төменгі қатарда сізде уже 125 агентіңіз болады ол уақытта. 125 агентіңіз 5 адамнан шақырсыншы, 5 адамнан шақырғанда, төртінші қатарда уже 625 сіздің партнерларыңыз болады. Командаңыз өсіп жатыр, структураңыз. 625 партнеріңіз, әр қайсысы 200 юниттан инвестиция жасаған кезде, төртінші сіздің төменгі қатарда 125 мың юнит сіздің товарооборотыңыз болады. Оны 4%-ға көбейтеміз, потому что төртінші қатарда бізде 4% беріледі. Сіздің бонусыңыз сонда 5000 юнитті құрайды. Және де компания, сіз көшбасшы менеджеріңіз жасаған үшін сізге 4000 юнит сізге премия беріледі. Енді мына күллі бонусыңызбен барлығын қосып келген кезде 9725 юнит сіз осындай үлкен керемет ақша табасыз. Сіз уже үлкен бизнес жасап жатырсыз. Бұл лидер менеджер деген өте жақсы, мықты статус. Так, давайте 8 деген, жоқ 8 емес, 5 деген бағаны қойыңыздар. Кімге бұл қызықты вообще? Мүмкін қызық емес шығар. 5 деген бағаны қойыңыздар. Кім бүгін осындай бизнес атқарғысы келеді? Міне, Урия, Қалдыбек, өте жақсы, керемет, все, керемет. Ары қарай жалғастыра береміз. Бақытжан, от молодцы. Все, ары қарай жалғастырамыз сонда. Келесі біздің статусымыз топ-менеджер. Өте керемет, мықты статус. Мен де бүгін командамда өзінде 2 топ-менеджерім бар. Топ-менеджер дегеніміз жеке өзінің инвестициясы 5000 онда юнитті құрайды, топ-менеджердікі. Және де қараңыз, топ-менеджерді уже 5 емес, сізде 4 астыңызда, сіздің бірінші қатарда 4 көшбасшы менеджер болады, лидер менеджеріңіз болу керек. Енді біз орысша лидер менеджер дейміз, қазақша көшбасшы менеджеріңіз болады, 4 адам болады. Содан сізге 150 күн уақыт беріледі. Неше ай болды? 150 күннің ішінде осыны атқарсаңыз, үлкен жетістіктерге жетесіз. Қараңыз, компания сізге бонус 8000 юнит, $8000 жай таза өзі премия береді осы статусты орындаған үшін. Енді қараңыз, бірінші қатарда сізде 4 көшбасшыңыз бар да. Олар 4 адам, 4 көшбасшыңыз тағы да 1500-ден толтырады өзінің ары қарай инвестициясын. Онда сізде 6000, бірінші қатарда 6000 товарооборот болады юнит, оны 8%-ға көбейткен кезімізде 480 юнит сіз бонус тек қана бірінші қатардан сізге шығады. Екінші төменгі қатардан сізде менеджер, сізде уже 20 менеджеріңіз болады. Екінші қатарда 20 менеджеріңіз болады. Олар тоже өздерінің инвестицияларын тағы да толтырған 500 юниттан толтырады. Сонда екінші қатарда 10.000 юнит болады. Товарооборот 10.000 юнит, оны 7%-ға көбейткенде, екінші төмен қатарда 7% дедік қой да, 7%-ға көбейткен кезде сізде 700 юнит бонус болады. Үшінші қатардан қараңыз, сізде уже кеңесшіңіз, үшінші қатарда 100 кеңесшіңіз болады сіздің. Олар 300 юниттан тағы да өздерінің инвестициясын ары қарай толтыра береді. Сонда үшінші қатар сізге 30.000 юнит товарооборот береді, үшінші қатарыңыз компанияға 30.000 юнит. Соның 5%-ын көбейтеміз, ол 5%-ы сіздікі. Соны 30.000 юнитті 5%-ға көбейткен кезде 1500 юнит тек қана үшінші қатардан сізге бонус, сіздің кабинетіңізге ақша түседі, бонус. Төртінші қатарда сізде агенттер тұрады, төртінші қатарыңызда, төменгі қатарда 500 уже агентіңіз болады сізде. 500 агентіңіз, ал енді 500 агентіңіз, каждый агентіңіз 5 адамнан шақырған кезде 2500, уже 5-ші қатарда 2500 сіздің партнерларыңыз болады. Енді олар 2500 партнерларыңыз, оларда 200 юниттан енді келіп жатыр ғой жаңадан адамдар. Оларда 200 юниттан инвестиция жасаған кезде 5-ші төменгі қатарда сізде 15.000 товарооборот юнит болады. 15.000 юнит.
жаңа сыйақы 8.000 берілді ғой. Енді мынау жаңағы күллі бонустарды бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар барлығын қосқан кезде, жаңағы 8.000-ді премияңызды қосқан кезде барлығы 25.680 юнитті құрайды. Өте керемет, да? Қараңыз. Өте жақсы. 25.680 юнит. Келесі біздің статусымыз вице-президент. Вице-президентіміз сіздің жеке көлемі, жеке өзіңіздің инвестицияңыз 8.000 юнитті құрайды. Сізде 4 топ менеджер болуыңыз керек. Бірінші жаңа қатарда 4 топ менеджеріңізбен келдіңіз міне. 4 топ менеджеріңіз болады. 4 топ менеджеріңіз, олар 2500 юниттан тағы да толтырады өздерінің инвестицияласын, жеке инвестицияларын. Сонда бірінші линияда, бірінші қатарда да сізде 10.000 юнит товарооборот бересіз компанияға. Оның 8%-ын өзіңізге аласыз. 10.000-нан 8%, сонда сізге 800 юнит бірінші қатардан келеді. Ары қарай кеттік. Екінші төмен қатардан көшбасшы менеджер, сізде уже 16 көшбасшы менеджеріңіз болады. Екінші қатарда да олар 1500-ден өздерінің жеке инвестицияларын ары қарай жалғастырады. Сонымен екінші төменгі қатардан 24.000, сіздің екінші қатарыңыз 24.000 товарооборот береді. Оны 7%-ға көбейтеміз, жаңа айттық қой, екінші төмен қатардан 7% беріледі деп. Соның 24.000-ды 7%-ға көбейткен кезде 1680 юнит екінші қатардан сізге таза бонус келеді. Ары қарай кеттік. Үшінші қатар не істеп жатыр? Үшінші төменгі қатар сізде 80 менеджеріңіз болады ол уақытта. 80 менеджеріңіз, оларда 500 юниттан ары қарай өздерінің инвестициялары, оларда ары қарай статус жасап жатыр ғой енді. 500 юниттан өздерінің инвестицияларын жасайды. Сонда үшінші қатарда сізде 40.000 товарооборот болады. 40.000 юнит, $40.000 товарооборот. Оны 5%-ға көбейтеміз. 5%-ға. Сіз сол 5%-ы сіз одан 2000 юнит үшінші қатардан таза бонусыңызды аласыз. 2000 юнит. Енді қараңыз, төртінші қатар, төменгі қатардан сізде уже 400 кеңесшіңіз болады, 400 консультантыңыз болады уже төртінші қатарда, төменгі қатарда. Олар 300 юниттан тағы да толтырады өздерінің инвестицияларын. Сол уақытта сізде төртінші қатарда уже 120.000 юнит товарооборот болады. Оны 4%-ға көбейтеміз. Өйткені төртінші біздің төменгі қатар бізге 4% береді. 4%-ға көбейткен кезде 4800 юнит болады. Көрдіңіз бе? Төмен қарай команда өскен сайын сіздің бонустарыңыз одан сайын көбейіп жатыр. Бесінші қатарда, қараңыз, бесінші төменгі қатарда сізде уже 2000 агентіңіз болады. 2000 агентіңіз. 2000 агентіңіз каждый 5 адамнан шақырған кезде, өзіне 5 партнердан тіркеген кезде, онда уже 6-шы қатарда сізде 10.000 партнерларыңыз болады. 10.000 партнерыңыз, олар 10.200 юниттан барлығы инвестиция жасайды. Сонда бұл 2 миллион юнитті құрайды. 2 миллион юнит құрайды. Сіз 6-шы жаңағы төменгі қатардан сізге 8-де 2% процент беріледі. Сонда бұл 164.000 құрайды. 164.000-ды құрайды. Енді қараңыз, жалпы барлығын санаған кезде 164.000 таза бонусыңыз. Және де компания сізге осы вице-президент статусын жасаған үшін, орындаған үшін, сізге 15.000 юнит сізге премия беріледі. Жаңағы 164-ті барлығын қосқан кезде 188.280 юнит осы вице-президентті орындаған үшін осыншама сізде юнит шығады. Почти 200.000 юнитқа жақында. 188.280 ол бір үлкен жақсы үйдің бағасы бүгін Астанада. 2 үй алуға болады оған. 3 үйді алуға болады. Міне, осындай бізде керемет бизнестарымыз бар. Енді
Ақырғы біздің статусымыз бар. Бұл президент. Сосын қараңыздар. Бізде өте жақсы маркетинг пландар құрылған. Мысалы, сіз агент жасадыңыз, консультант жасадыңыз, менеджер, топ менеджер, лидер менеджерда ешқашанда ай сайын оны ылғында, орысша айтқанда, подтверждать етіп, оны ай сайын басқа компанияларда сияқтылы подтверждение керегі жоқ. Мысалы, міне жасадыңыз ғой, президент, сіз ылғында президент болып қала бересіз компанияда. Енді міне осы бізде президент деген үлкен статусымыз бар. Бізде Қазақстанда, по-моему, қанша президент бар? 70 президент. Ол, по-моему, әлем бойынша 70 президент. Президенттің өзінің жеке, мысалы, тағы да 15 мың юнит өзінің несін құрайды. Юнит жеке өзінің инвестициясы да. Және де сізде уже 2 вице-президент болу керек. 2 вице-президент, мүмкін 5 вице-президент болса, ол өте жақсы болады. 2 вице-президент даже болғанның өзінде сізге уже президент статусы беріледі. Түсінікті да, 225 күннің ішінде жасауыңыз керек. Осы жылдың аяғына дейін президентті жасасаңыз, компания сізге сыйақы премия ғой, премия сізде 62 мың юниттан бастап 134 мың юнитқа дейін құралуы мүмкін. 2 вице-президент болғанда сіз уже президент боласыз. Тағы да 3 вице-президентіңіз қосылса, ол одан сайын сіздің премияңыз көтеріледі. Ал енді қараңыз, сізде уже бірінші қатарда 2, міне қарап тұрсыздар да, 2 вице-президентіңіз бар. Давайте 2 вице-президентпен санайық. Олар 7 мың юниттан тағы да арғара инвестицияларын, личный өздерінің инвестицияларын жалғастырғанда, бұл 14 мың бірінші жаңағы неден 14 мың юнит, оны 8%-ға көбейтеміз. 120 юнит, ол сіздің таза бонусыңыз болады. Бірінші жаңа қатарда. Екінші, төменгі қатарда топ менеджер. Қараңыздар, сізде уже 8 топ менеджеріңіз болады. 8 топ менеджеріңіз 2500 юниттан бұл 20 мың юнитті құрайды. Оны 7%-ға көбейткенде 1400 юнит, бұл сіздің таза бонусыңыз. Үшінші, төменгі қатарда көшбасшы менеджер, лидер менеджер дейміз. Сонда сізде 24 мың деймін, 24 мың болса, ол әше керемет болады. 24 сізде көшбасшыңыз болу керек, құрайды, и ол 1500 юниттан олар тағы да инвестиция арқарай толтыра береді оларда, сіз сияқылды. Ол 36 мың юнит болады, оны 5%-ға көбейткенде сізде 1800 юнит бонус, таза бонусыңызды аласыз. Қараңыз, 4-ші сіздің қатарда, төменгі қатарда сізде уже 120 менеджеріңіз болады. 120 менеджеріңіз 500 юниттан тағы да өздерінің инвестицияларын арғарай жалғастырады, толтырады өздерінің инвестицияларын. Онда сіздің 4-ші жаңағы төменгі қатарда 60 мың юнит товарооборотты береді. Оны 4%-ға көбейткен кезде 2400 юнит, ол таза сіздің бонусыңыз. Сіздің еңбек атқарып жатырсыз, командаңыз, структураңыз арқылы жүргізіп жатырсыз. Ал 5-ші қатарда сізде тағы да кеңесшіңіз, 600 уже кеңесшіңіз болады. Олар 300 юниттан тағы да өздерінің инвестициясын арқылы жалғастырады, толтырады. Сонда 5-ші жаңағы төменгі қатарда 180 мың юнит береді товарооборот да компанияға. 5-ші сіздің линияңыз 180 мың юнит товарооборот бергенде, одан сізге 3%-ын бөліп береді. 3%-ын бөлгенде 5400 юнит таза сіздің бонусыңыз. Арғарай 6-шы міне қарасаңыздар, 6-шы қатарда сізде уже 3000 агентіңіз болады екен. 3000 агент, каждый агент 5 адамнан тіркеген кезде серіктес дейді, серіктес партнерларыңыз. 7-ші қатарда сізде 15 мың партнерларыңыз болады. 15 мың партнерларыңыз, олар каждый 200 юниттан инвестиция жасайды. Бұл 3 миллион юнитті құрайды. Көбейтеміз 1%-қа. Сонда 30 мың юнитті құрайды. Бұл сіздің таза бонусыңыз. Және де мен жаңа айттым, премия дедім да, 62 мыңнан бастап 134 мың юнитқа дейін сіз премия аласыз. 2 вице-президентіңіз бола ма астыңызда, 3 вице-президентіңіз бола ма, 4 бола ма, әлде сол 5 вице-президент шыға ма осы жылдың аяғына дейін, көп астыңыздан вице-президенттер шықса, сол арқылы сіздің премияңызда көп болады.
Сонымен жалпы барлығын енді санаған кезде 100 мың юниттан 200 мың юнитқа дейін осы статус президенті жасаған үшін сіз таба аласыз бүгінгі таңда. Құрметті бизнес партнерлар, кімге түсінікті 8 деген бағаны қойыңыздаршы. Әрине де оны қазір бір күннің ішінде барлығын түсініп кету, мен өзім келгенде мен агентті қалай жасауды маған қиын болды мысалда, өйткені мен компанияларда жұмыс істемегенмін. Және де міне вице-президентті мен сізге айтайын да, вице-президент 175 күннің ішінде жасайсыз да, ал президенті сіз 275 мың күн сізге беріледі вице-президентті жасау үшін. Енді бүгін мысалы бастап кетсеңіз, бүгін уже сізге агентті статусын жасаймын деп бастап кетсеңіз, сізге 25 күн беріледі. Мүмкін сіз бірден можете консультантты жасап кетуге. Осы 50 күннің ішінде бірден можете консультантты жасап тастауға. Жаңа кеңесшіні да. Ары қарай міне менеджер сізге 100 күн беріледі. Көшбасшы менеджер 125 күн беріледі. Топ менеджер 150 күн беріледі. Вице-президент 175 күн беріледі. Сіздер мысалы менеджерді жасаған кезде, менеджер статусын ары қарай сіз өздеріңізді түсініп кетесіздер, қалай ары қарай үлкен статустарды жасау үшін. Компаниядан және де үлкен Андрей Федорович Хавратовтан үлкен сіздер награда аласыздар. Деңгейлеріңіз өте көтеріледі. Сіздер уже лидерский совет, президентский совет дегендер бар, соған уже қатыса аласыздар. Тікелей компанияның барлық жаңалықтарын білесіздер. Сұрақтарыңыз болса, менің уақытым бітті. Осымен біз 1 сағат бізге уақыт берілді ғой, жарты сағаттан. 3 минут уақыт бар. 3 минут уақыт бар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бүгінгі таңда біз мысалы дивидендімізді күтіп отырмай, біз осы жерде үлкен бизнес жасап жүрміз. Қазіргі заманда, қазіргі уақытта мынау коронавирустан кейін көп адамдар жұмыссыз қалып жатқан адамдар бар. Менің өзімнің туған сіңілім Айнұр Бурабайда тұрады. BI группта жұмыс жасады. Олар мынау жол салатын, Алматыда жол салады, Қостанайда жол салады. Сол маған журда звондады, мен жұмыссыз қалдым, бізді барлығымызды вообще жұмысты тоқтатты деді. Жол салудың жұмысын тоқтатыпты. Енді бұл әлі басы кризистің. Қазір күтіп отырмай, егер де сіздерге бізде компанияда ұнаса, сіздер осы маркетинг план арқылы жұмыстарыңызды жалғастырып кетіңіздер. Біз бұған дейін, бүгінгі дейін негізі маркетинг планды бұлай бөлек-бөлек айтпайтымыз, біз презентацияларда ғана айтып кететіміз. Енді негізі маркетинг план бізде жұмасына 2 рет осылай маркетинг пландарды айтамыз. Неге біз олай жасап жатырмыз? Өйткені Жамиля Жакуповна айтты, вообще біз уже конкретно статистика жасаймыз. Кім бизнес жасағысы келеді? Бұлар біздің осы жаңағы мынау айтып отырған бүгінгі мынау вебинарымызда обучениямызға кіресіздерді ылғында осы маркетинг план туралы өздеріңіз тыңдап отырасыздар. Бизнес жасамайым деген адамдар, олар бұл жерге кіріп ондай қажеті жоқ мысалы. Жасамайым деген адамдарға. Қалғанда не болады? 25 күнге үлгермей қалғанда. Онда сіз үлгермей қалсаңыз, онда Қалдыбекда Ахметов. Онда үлгермейсіз, значит, 25 күннің ішінде сізге уақыт берді. Сізге обязательно бұны міндетті түрде, егер де бастасаңыз 25 күннің ішінде аяқтауыңыз керек. Өйткені 350 премия сізді күтіп тұр. Соны алу үшін сіз оны атқаруыңыз керек. Мысалы, бір адам шақыру үшін 5 күн беріп тұр ғой сізге. 5 күн. Мен ойлаймын, вообще егерде бір 10 күннің ішінде де, 15 күннің ішінде де 5 адамды дайындауға болады. Қазір бізде школа активный старт өтіп жатыр. Келесі ораза қазір біткеннен кейін біз уже 3 активный стартты өткіздік Зинат екеміз. Енді келесі жұмадан бастап, ораза осы жұма бітеді ғой, тағы да біз активный стартты ашамыз. Сіз адамдарыңызды активный стартқа шақырсаңыздар, кіргізсеңіздер, олар жалпы компанияның қыр-сырын біледі, және де о жерде де маркетинг пландар айта алады. Адам негізі бірден бас салып осы давай бизнесті жаса деген ол адамдарға өте қиын түсіну. Ақырындап, алыстан бастап компаниямыз туралы, не үшін бұл жерде біз бизнес жасап жүрміз, неге біз инвестормыз, жаңа кім Ури айтып
отырды ғой 8 правил частного инвестора, өзіміздің бұл жерде жеке өзіміздің. Мен енді орысша оқыдым, тырмысам қазақша түсіндіруге барлығын. Осы ақырғы уақыттарда өзім қазақша презентациялар өткізіп жүрмін. Ал енді егерде активный стартқа жаңағы мектепке адамдарыңызды шақырсаңыздар, кіргізіп да, олар тез, мынау жаңағы бизнесті тез алып кетеді, олар уже түсінеді не екен. Бірден бас салмау керек адамға. Ақырындап олар уже түсіне бастайды. Агент жасады ма, жаңағы 350 юнитін алып, жаңағы нелерін, бонустарын алса, олар қарай кеңесшінде жасақсы кеп тұрады. Өйткені он почувствовал вкус к деньгам, да, ол ары қарай жасайды обязательно. Консультант жасадан кейін менеджерді жасайды. Менеджерді жасаған кезде ол ең алтын орталық, енді золотая середина, да, ол ары қарай обязательно сізге лидер менеджерді жасайды, топ менеджерді. Сіз ең бастысы өзіңіз бастауыңыз керек. Ары қарай презентациялар өтіп жатыр, жұмасына бірнеше рет жаңағы VIP клуб туралы, маркетинг туралы айтып жатырмыз біз, да. Барлығы көмектеседі сізге бұл бизнесті жасауға, жақты көмектеседі, жалғыз болмайсыз, қорқпаңыз. Ал енді мен өзімнің презентациямды аяқтаймын. Егер де сұрақ болмаса, уақыт уже келді, мен презентациямды аяқтаймын. Сұрақ жоқ. Нұрғиса? Жақсы. Все, да? Өте жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгін кешке бізде презентация орысша тілде сағат 20:00-да. Ол жерде Кенжебай Ибрагимов, Жамиля Жакуповна и, по-моему, мен тоже шығамын. 3 спикер болады бүгін. Кешке презентацияға кіріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Өте жақсы, тамаша айттың. Барлығына түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бұны енді маркетинг планды тыңдай беру керек. Күндөгісін күнді тыңдап, күндөгісін күнді. Бұл жерде енді цифралар, бұны цифраны адамдар көрген кезде қандай ақша бұл жерде жатыр. Бүгін ешқандай үлкен ақша құймай-ақ, осы адамдармен бірге өзіңіздің жағдайларыңызды жасап, то есть бизнесіңізді бастап, жағдайыңызды жақсартуға болады. Ешқандай даладан шығып жұмыс істеп керегі жоқ. Қазір заман өзгерді. Қазір осы онлайн арқылы біздің компания керемет мүмкіншіліктер беріп тұр. Бұл жерде ойламау керек, ой, қалай жасаймын. Міне көрдіңіз бе, план барлығы бар. Осы планды үйреніп алып, план бойынша ары қарай просто осы бизнесті жалғастырып кету керек. Өте мықты сіздер білім аласыздар. Бұл жерде бизнес жасайсыздар, және де финансовое образование. Академия частного инвесторда бізде үлкен білім алып жатырмыз. Біз өзіміз марафон 260 өтіп жатырмыз. Октябрьға дейін бізде бұл сабақ болып жатыр. Сіздерге де мен тілеймін, осы компаниядан айырылмай, осы жерден өздеріңізді табыңыздар. Осы жерде өздеріңізге не керек, осы жерден табасыздар деп мен ойлаймын. Жақсы, онда кешке дейін. Ория, сізге де рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.